Сәлем баршаларыңызға. Бүгін біз сіздермен красный бархат, яғни қызыл мақпал тортын бірге әзірлейтін боламыз. Бұл торт кез келген мерекелік дастарханның, не болмаса туған күннің сәнін келтіреді деген ойдамын. Ең алдымен бізге бисквитін жасау үшін мынадай заттар қажет болады. Блокнотқа жазып алуға, не болмаса скриндап алуларыңызға болады. Описанияға да жазып қалдыратын боламын. Ең алдымен айранымызға содамызды және де бояушымызды салып, араластырып шетке алып қоямыз. Құрғақ заттарымызды да бір араластырып шетке алып қоямыз. Жұмыртқамыздың үстіне қантымызды салып, ақ ұлпа болғанша жақсылап миксермен шайқайтын боламыз. Массамыз әппақ және де өзінен 2-3 есе көлемі ұлғаюы қажет болады. Ұлғайған массамыздың үстіне еріген, бірақ салқын сары майымызды және де бояуш қосылған айранымызды салып, миксермен араластыратын боламыз. Одан соң елеуіштен ұнымызды 2-3 бөлікке бөліп салып, тағда қамыр дайындаймыз. Көп араластырудың қажеті жоқ. Міндетті түрде лопатканың көмегімен 1-2 рет араластырып жіберіп, 4 бірдей бөлікке бөліп, 180 градустық пеште 25 минут піскенше духовкада қалдырамыз. Әркімнің духовкасы әртүрлі, сондықтан өз духовкаңызға қарай пісіріп аламыз. Корждарды міндетті түрде шпажкамен піскен-піспеген тексеріп, осылай формадан босатып, 1 сағатқа бөлме температурасында суығанша қалдырамыз. Ал енді крем дайындаймыз. 250 грамм крем-чиз, 200 грамм сахарный пудраны 1-2 рет араластырып, үстінен салқын сливкимызды құйып, қою масса болғанша жақсылап миксердің көмегімен шайқайтын боламыз. Миксердің ізі түсіп бастаған кезде миксерлеуді тоқтатамыз. Әйтпесе біздің массамыз шіріп кетуі мүмкін. Подложкамызға крем жағып, корждарымызды орналастырып, кремімізді осылай узор жасап, жағып шығатын боламыз. Не болмаса узор жасамай-ақ кремді ортасына жағып, корждарды жинай беруге болады. Ол жағы өзіңіздің фантазияңызға байланысты. Мен осындай гүл насаткадан пайдаландым. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша жинайсыздар және де әсемдейтін боласыздар. Мінекей тортымыз дайын. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі. Кескен кезде де өз формасын жақсы ұстайтын торттардың бірі болып есептеледі.
Сіздерге ұнаған болса лайк басыңыздар, комментария жазыңыздар, және де достарыңызға бөлісіңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.